мен өзім лично Тәуіржан деп танимын оны. Историясын салып қойыпты. Типа Дубайға 5-6 миллион кетті. Мен танымаймын дейді. Қалай кетті деп. Мен сені тануға міндетті емеспін біріншіден. Сен бір халықтың батыры менің, бір халыққа еңбегі сіңген бір кісі менің танитындай. Мен сенің өзіңді лично жеке танығалы осы бір 2 ай шығар. Онда да мен сен блогер екеніңді сол кезде көрген негізі. До этого мен сені көрмегенімді, танымаймын да, білмеймін да. Екінші мәселе. 5-6 миллион кете ма, қалтаңнан 10 миллион кете ма? Маған сұрақ қойды. Айгүл Дубайда жүр деді. Мен айттым, сенде бар. 500-600 мың теңге тапта, сенде бар. Тәуіржанды танисың ба? Мен айттым, танымаймын дедім. Танымаймын, мен сені танымаймын дедім. Действительно мен сені танымаймын мысалы. Мен тану дегенді, мен жақын араласу деген деп қабылдайтын адам мысалы. Мен сені танымаймын мысалы. Кім екеніңді де білмеймін. Не істеп жүргеніңді білмейтін адам мысалы. Сол себеп сен дұрыс жасамадың ғой, қате жасап қойдың негізі. Біріншіден сұрау керек қой адамнан, қалай болды, не болды деп, қалай болып жатыр деп. Лично мен саған претензиям болатын болса, мен сені өзіңе шығатын едім негізі. Қай жағынан болса да. Орналасып алдым, квартираны бүгін тауып, на место сөйлесіп, хозяинды жақсы кісі екен, бірден сөйлесіп, давай деп. Сонымен көшіп кеттім, өзіме квартира қатынады, қатты күшті емес, қатты жаман емес, средний ремонтпен, әдемі, былай уютный деген сияқты. Өзіме жақты бірден, келген кезінде, көрген кезінде бірден сразу все аламын дедім. Енді көп іздеп жүргім келген жоқ жағынан. Бірақ көшіп кішкене қиындау болып кетті, енді зат көп деген сияқты, әйтеуір көшіп алдым, бірақ сонымен қазір заттарды жайғастырғым келмей шаршап отырмын. Былай арасында баханди жеп жатырмын. И қазір Таразға шығуым керек, еще жарты сағаттан кейін, сағат 11-де Таразға шығуым керек. Балаларды алып келуім керек. Сонымен болды. Көңілім тынышталады сонымен.